Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығы 1 наурыз алғыс айту күні, яғни ризашылық пен алғыс, сыйластық құндылығы туралы түсініктерді кеңейту, үлкен кішіге деген сүйіспеншілік, сыпайылық қарым-қатынасты дамыту, әдептілік пен кішіпейілділікке және де ізеттілікке тәрбиелеу мақсатында арнайы осы күн белгіленіп, бүгінгі күні жоғары деңгейде аталып өтілуде. Осы мақсатта Жастар ресурстық орталығы өзімізбен бірлесе жұмыс жасап отырған мекемелерді құттықтауды жөн көрдік. Ендеше бірге тамашалайық. Қазақстан белгілі ғой, алдағы белгілі үйбен. Сондықтан бұл уақытта біз дайынбыз. Қандай мәдени шара болма, спорттық шаралар, қоғамдық шаралар болма, қатысамыз, өз үлесімізді қоямыз, көрсетеміз. Рахмет сіздерге көп. Кішкене қазір кітапханаға жұман жастармен көрініп жатыр ғой. Сол бірігіп жұмыс істейміз. Әрдайым бірге болып табыстарға жете берейік. Сіздерді 1 наурыз алғыс айту мерекесімен құттықтаймыз. Өздеріңіздің еңбектеріңіз жада жүрсін. Наурыз мерекесі бар, 8 наурыз мерекесі бар. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Биіктерден көріне беріңіздер. Рахмет көп мүмкіндіктеріңізге. Құрметті Ырғыз мектептен тыс аула клубының ұжымы.